Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді картошка мен тефтел әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздер бірінші қызып тұрған табамызға майымызды құямыз. Пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыз сәл қуырылғаннан кейін морковымызды салып бастаймыз. Сәл араластырып, су құйып шамалы. Картоп салатын боламыз. Және де бетіне томат пен су құямыз. Тұзды, приправаны, бұрышты барлығын картоп піскеннен кейін саламыз, әйтпесе картопымыз езіліп кетеді. Енді тефтел жасайтын боламыз. Жарты килограмм фаршқа жарты ас қасық тұз саламыз, күріш саламыз, жуылған. Дәмдеуіштерімізді, бұрышымызды саламыз. Және де біріктіріп тұру үшін жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді формасын жасаймыз қолымызбен. Міне осылайша барлығын жасап 20 минутқа, 30 минутқа газға қойып аламыз мантоварканың астына. Енді картопымыз піскеннен кейін осылай дәмдеуіштерімізді саламыз. Осы уақытта картоптарымыз езілмейтін болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де осының алдыңғы рецептте осындай өте дәмді мини пицца бар. Сол жерден көріп, осындай пицца жасасаңыздар болады.